Бала тәрбиесіндегі негізгі мәселе мынау. Үш түрлі мінез болады. Біріншісі мінезге үш түрлі мінез болады адамда. Сол үш түрлі мінездің түрлерін сіздерге айтып беремін. Балаңызда қандай мінез бар екенін біліңіз де, соған қарай мәміле жасаңыз. Кеттік. Біріншісі асаби мінез деп айтылады. Бұл өзін жоғары санап, немесе табиғатына лидер, табиғатынан жаңағы қазір гиперактивный дейді ғой, сондай бір ел басқара алатын, алға ұмтылған бала болатын болса, бұған біреуді бағындыра алатын, біреуге сөзін өткізе алатын бала кезінен көрініп тұрады өзі бүйтіп. Ананы бүйтіп команда айтып, ұрып, соғып, жұмсап сөйтетін бала болса, онда бұл мінезді басқаруға, бұл баланың мінезіне ең бірінші иман күшейту керек. Алланы танытуын күшейтуіңіз керек. Өйткені ертең бұның қолына билік тисе, онда сізді бірінші жан жейтін болады. Сізді бірінші жертва сен боласың. Сондықтан ата-анам деп қарамайды. Сол үшін балада сондай лидерлік, мынандай бір менің сөзім бар, өзінше жоқ деп бұлданып, жоқ деп ана інілеріне тапсырма беріп, ол жасы кіші, жасы үлкен де болуы мүмкін. Сөйтетін балаға асаби мінез дейді, бұған Алланың иманын бірінші орынға қоясыз. Екінші мінез бар, бұл шахуани. Тек қана жейді, ішеді, жатады, ұйықтайды, ойын ойнайды. Өскен жігіт болса, ұятсыз нәрселер көреді, қатын-қалаш көреді, зина, кино. Уайымы тек қана бір баланың, бұл баланың уайымы тамақ, аузына тамақ тыға береді. Бұл шахуани дейді. Бұл балаға шахуани мінез дейді. Үшіншісі шайтани мінез болады. Шайтани мінез болады. Шайтани мінез алдау, арбау, мазақтау, біреуге қиянат жасау, бір нәрседен ләззат алу, тек қана ләззат алып харам нәрседен. Осы мінез. Одан кейін төртінші мінез бар. Бұның бары да жоғы да кім не айтса артынан ілесіп кете беретін. Енді осы төртеуін айтып тұрмын ғой. Өзінің ойы жоқ, яғни осы төрт мінездің төртеуіне де, баланың төрт мінездің төртеуіне де ең бірінші керек болған нәрсе иман. Алланы танытыңыз. Алланы танытпасаңыз, осы төрт мінездің опығын бірінші сіз жейсіз, ата-анасы. Өйткені бірінші баланың удары әке-шешеге тиеді. Бір соғыста жауымен қатты соғысып жатқан адамның арт жағынан найза тығып жіберген екен біреу. Содан кейін енді артынан удар болады деп ойламаған, байқұс алдынан жауды алдынан күткен адам, қазір біздің әкелер сондай елмен күресіп жүргенде артынан пышақты баласы тығып жібереді, яки қызы тығып жібереді. Соны бүйтіп қараса, жаңа майданда кім екен деп қараса, өзінің баласы екен, өзінің баласы пышақ сұғыпты. Мәселе осыда. Яғни бұл мысал ретінде айтылып отқан нәрсе, тікелей пышақ сұқпады деген сөз, бұның ісі сізді әбелсіз қалдырады. Сондықтан балаларыңызға ең бірінші Алланы танытыңыз. Атаң қазақ бұның формуласын баяғыдан берген. Әкенің дүниесі балаға дүние болмайды деп. Яғни өзіне берсін. Осы тыңдап отқан 10 мың адам қайсыңызды папаңызды аяғыңызға қойды? Өзіңіз тауып, өзіңіз еңбегіңізбен өзіңіз жеттіңіз, сол нән тәтті болды сізге. Сол нән тәтті болды сізге. Сондықтан осы еңбекпенен келген нәрсе қай мінезге кірсе де, бұл мінезге кірмесе де балаңызға бірінші орында Алланы танытпасаңыз, қараңыздар, балаң кішкентай кезінде Алланы танытпасаңыз, онда балаң өскен кезде Аллаға балаңды айтасың: "Я Алла, мына балам жаман болды, мені тыңдамады, қатынның артында кетті" деп бәріңіз айтасыз. Балам қатынның артында кетті, мені үйден қуып шықты, қарттар үйіне барды. Мені кеше бір ақсақал звондайды, Алматыдан, танитын ақсақал. "Нұрлан балам" дейді, танып тұрмын, нөмірі тұр ғой менде. "Атау, не болды?" десем, "Мені қарттар үйіне жатқызып берші" дейді. "Ата, 3 балаң бар ғой" дедім. 3 баласы бар. Мен анық білем 3 баласын. Сөйтсем, "Үшеуі де қарамады" дейді. "Үшеуі де баратын жерім жоқ. Қарттар үйіне өзім сүйретіліп барып ем, алмай қойды" дейді. "Балаң бар" деп алмай қойды дейді. "Платныйдан шамам жетпей жатыр" дейді. "Пенсиям жетпей жатыр". Платный қарттар үйі бар. Бізде қазір сондайға жеткенбіз. "Естеймін, айтшы, балам қарамай жатыр. Нұрлан бала, сен танисың ғой, мені ананы танисың, маған айтып шешіп берші, баратын жерім жоқ" дейді. Ал айтпесе. Көрдіңіз ба? Сол бала туылған кезде қандай жақсы көрді сол әке, мен білем. Тапқан аузына тықты. Не болды? Алдыңғысы әкесін ұрып өлтірді. Ол қазір өкініп жатыр, түрмеде жылап жатыр. Не пайда? Ал жылағанда не пайда? Әке өліп қалды? Жоқ.
Сол кішкентай кезінде ол аузына нан тықты, тамақ тықты, айфон тықты, бірақ Алланы тыққан жоқ. Алланы салған жоқ. Сол Алланы салыңыз балаңызға, аямаңыз. Алла бар, Құдай бар, иман бар, аузына тық. Ертең күні түк таппаса да ол Құдайдан қорқады. Сенің қабағың битіп барағанда кіретін тесік таппай қалады. Дүниеменен сен дүние таппайсың. Қазір біз көбіміз, қазір балаларымызға авторитетіміз күшті. Неден? Мынамен күшті. Беріп тұрсың сен. Бермей қалғанда қатыныңа да керек жоқсың, балаңа тем более керек жоқсың, ешкімге керек жоқсың өзі. Сондықтан осыны жақсы түсініп алыңыздар. Имам, молдалар Қазақстанда сіздерге қатты айтса, сіздерді жақсы көргеннен айтады. Бәріміз кейде жұмсақ айтсақ, біз дінді бұрғанымыз емес, сізді түсінсінші деген ренжіп қалып ғой. О дүниеде айта береді, молда жаназаны айта береді, өлікті деп. Ертең сізді өкінбесін деп жатыр, оған бәрі бір. Бірақ сен үшін переживать еткен дәрінің емі ащы болады. Сондықтан да Алла туралық берсін, әрдайым аузыңызда балаға дұға болсын, Алланы тану болсын, Алланы таныту болсын. Тағы да айтам, бала кішкентай кезінде Алланы, иманды айтпасаң, онда балаң өскен кезде Аллаға балаңды айтуға тура келеді. Қазір көп атана Аллаға баласын айтып жүр. Құдайым, балама иман берші, балама айтып дұрыс. Неге? Өйткені әйелінен шыға алмайды, жүрістен шыға алмайды, қызметтен шыға алмайды. Саған бетіңе қарау уақыт таппайды. Содан бір пештің бұрышында, бір уғылдың бұрышында, үйдің бір тасасында жан беруге тура келеді. Жаңағы қазақтың бала берсең сана бер, санасын бермесең қайтып ала бер. Сондықтан баланың мінезіне жақсы қараңыздар, зекет танытыңыз. Баланың қолына кеше айттым, садақа беруді үйретіңіз, зекет беріңіз, балаңызға намаз оқуды үйретіңіз, ұл қызыңа уағыз айт күнде қадап. Жаратқанға айтайық бірге мадақ, сен тұрмасаң иман боп ұлыңызбен, немереңіз үйді кімге қарап. Осыны ұмытпаңыздар. Алланы танытыңыз, Алла жүрегіне иман берсін. Оқысын, талпынсын, ғылым қусын, білім қусын, техника ашсын. 24 сағат мешітке байланбайды ешкім. Мешіттен қуып жібереміз, бар оқы деп. Бар жата берме дейміз. Көп адам ойлайды, балалар мешітке бара берсе, біз мешіттің бәрін балаға жоқ, жатқызбаймыз, бар дейміз, сабақ оқы дейміз, бар кет. Отырма мешітте. Хазірет Омар солай істеген. Тұр деген, тұр бар деген, отырма деген. Не отырсын мешітте деген. Бітті, намаз бітті, бар. Балаңдаса, семьяңдаса. Сол сияқтымыз бізде. Қазақтың балаларының білімді, мінезі құлқұл хасан, құлқұл кәрим, құлқұл азим деп пайғамбарлардың мінезі, Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның мінезі, жақсылыққа жақсылық, үйретіп жатырмыз. Бірақ біз Алланы танытуды, иман мәселесіне азайтып жатқанымыз дұрыс. Сондықтан Алланы танытуды, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жәннетке көп кіруге, пайғамбарымыздан сұраған, жәннетке қай себеппен адамдар көп кіреді дегенде, жақсы мінез алып кіреді деген. Қай намазбен көп кіре ме, оразамен көп кіре ме, қай құлшылықтың себебімен адам жәннетке көп кіреді дегенде жақсы мінез дейді. Ал енді тозаққа бірінші тақуаллау, хуснул құлық дейді, Алладан қорқу және тақуалық жақсы мінез. Тозаққа көп қай амалдар кіреді дегенде уәл-фаму, уәл-фаржу, мына аузы менен ұятты жері дейді. Осы екеуіне еғылып балалар тәрбиелеңіздер. Біз өтеміз, балаң қалады. Біз кетеміз, ел жер басады солар. Сонда жақсы артыңыздан дұғашы, салихалы бала болсын. Өзі баланы түзейтін мешіт пенен мектеп болып қалды ғой. Сол мектепте ұстаздарымыз жақсы болсын. Мектеп медресемен қосып айтып отырмын. Екеуі бір бала ұрпақ тәрбиесімен айналысқан адам. Бұл оқудың алдында тәрбие тұрады. Әл-Фараби атаң айтқан. Баланы бірінші тәрбиесі тұрады. Тәрбиенің басы не? Ол жақсы мінез. Тәрбие деген отырып қойып, ей сен былай бол, сен былай бол деп миын шырту емес. Бұл миын шырту деген сөз. Тәрбиені олай бермейді. Біздің әкелер, шешелердің бәрі баланы отырып қойып, миына тығуды тәрбие деп ойлайды. Ол тәрбие емес. Сондықтан айналайын. Сол атана болғыңыз келе ме, сыйлы болғыңыз келе ме, онда балаңызға танытыңыз, тәрбие беріңіз. Өзіңіз тәрбиелі болыңыз, һәм тәрбие беріңіз. Бұл дүниеде бақытқа жеткен адам миллиард, миллион, патша болған адам емес. Баласын тәрбиелей алған адам бұл дүниеде бақытына бітті. Бақытын алды, Құдайдың жақсылығына жетті, арманына жетті, бүкіл бәрін бағындырды. Бұл дүниеде ең сорлы болған адам
дүниені басқарсын, баласы айдалаға кетіп, әке-шешесін қарамай, тәрбиесіз болып, қара басының түйтігімен кетіп, әке-шеше қалып қалса айдалада, бақытты боласыз ба? Құдай сондай күннен сақтасын. Сондықтан, құрметті жастар, ата-ананы сыйлау тағы да ол ең тәрбиенің өзегі. Мен естіп отқан жастар, кішкене ораза ұстап жүргендеріңіз бар. Ертең Құдайға ұялмайсыңдар ма бүйтіп? Құдай мені кешірші деп айтуға, әке-шешеңе қызмет жасамай жүріп, Құдайға қайт бетіңмен айтасың, Құдай мені кешір деп. Бұл үлкендер емес, үлкендер болды енді. Құдай сана берсін, болды енді. Мен жастарға айтып отырмын бұны. Сіздерге мен естіп отқам. Қабағыңды шытушы болма, артық сөйлеуші болма. Сенікі дұрыс, сіздікі дұрыс деп ата-ананың алдында құрдай жорғалап үйренген бала екі дүниеде бақытты болады. Алла баршаларыңызға риза болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.